Ал енді құрметті достар, саламатсыздар ма? Бүгін біз өзіміздің кезекті нұсқа талдауымызды жасаймыз. Бүгінгі бірінші сұрақ міне эндотермиялық реакция дейді. Яғни эндо дейтін мына жерде бізде не бар? Префикс бар. Көрдіңіздер ме? Эндо міне. Эндо дегеніміз жылуды сіңіремін деген сөз. Ал экзо жылуды шығарамын, иә? Енді химиялық реакция кезінде егер де біз өнімдер жақта, яғни стрелкадан кейін өнімдер жақта плюс Q десек, бұл бізде экзо реакция болады. Экзо. Яғни плюс Q дегеніміз жылудың өзі де өнім. Реакция өзі жылу шығаратын болса, онда ол да өнім болады екен, яғни тепло өнім. Сол секілді, міне плюс Q тұр, мынау жатпайды, плюс Q тұр бізде жатпайды, себебі бұлар экзотермиялық реакциялар. Біз енді эндотермиялық реакцияны қарастырамыз. Енді мына А нұсқасына қарайық. Мына бір Q, ол бізде реагенттер жақта тұр. Q-дан кейін теріс таңбаға мән бермейміз, Q-дің алдына мән береміз, иә? Бұның алдында мына жерде міне плюс таңба тұр. Сондықтан мына бір А нұсқасы жатпайды. Ал егер де реакция өзі жылуды сіңіретін болса, яғни сіңіру арқылы жүзеге асатын болса, ондай жағдайда минус Q тұрады, минус таңбасы. Себебі мына бір Q, ол не ол? Өнім емес, керісінше осынша жылуға қарыз деген секілді ұғымда минус Q. Жалпы білесіздер, мынау бізде Габер процесі. Габер процесінде өзі шамамен температура 400-450 градуста. Кейбір кезде 500-ге дейін көрсетеді әдеби мәліметтерде. Міне, осындай температурадан кейін жүзеге асады. Алдымен осынша температураға дейін қыздырамыз, сосын процесс жүзеге асады. Ол деген не ол? Эндотермия. Мен жылуды сіңіремін, содан кейін барып жүзеге асамын деген сөз ғой. Түсінікті? Бұл жерде бізде дұрыс жауап мына жақта С нұсқасы болады екен. Ары қарай келесі екінші сұрақ айтады: ковалентті байланыстың негізгі қасиеті. Бұл сұраққа жауап беру үшін мен кітаптан мынандай көрсетейін. Бұл бізде міне 10 класс, 1 бөлім, 64 бет. Осы жерде коваленттік байланыстың қасиеттері көрсетілген. Жалпы энергиясы, ұзындығы, бағытталуы, қанығуы, полюстенуі жатады дейді. Мына жақта қанықпауы деген қате, бағытталмауы қате, гибридтенуі. Енді мына бір тізімде ол жоқ, жалпы энергиясы бар екен. Яғни бізде дұрыс жауап Д нұсқасы болады. Бірден айтамын, мына жердегі көрсетілген бет, ол физикалық тұрғыдағы кәдімгі біз ұстап көретін кітап емес, электронды кітаппен келтірілген. Енді бұл электронды нұсқалары біздің Telegram каналымызда бар, яғни Q, нижний пробел, Science. Жалпы чатқа жазсаңыздар да сіздерге менеджер көрсетеді. Бұл жердегі энергиясы дегеніміз, білесіздер, ковалентті байланыстар бізде мынандай шыны керек екілік байланыс, үштік байланыс, жалқы байланыстар түзеді. Соған байланысты бұл жерде, яғни әртүрлі ковалентті байланыстың күші болуы мүмкін екен. Сол логикаға негізделген. Бірақ та ковалентті байланыстың энергиясы ретінде ол осы біздің өзіміздің кітапта қарастырылады. Басқа шетел батыс кітаптарында бұған акцент жасамайды. Келесі үшінші сұрақ айтады: 12 грамм концентрлі күкірт қышқылы металдық калиймен әрекеттескенде бөлінген сасық иісті газдың көлемі. Ойлаңыздар, күкірт қышқылы, концентрлі H2SO4 калий деп тұр. Калий ол бізде бірінші топ, өте белсенді металл. Бұл жағдайда бізде H2S түзілу керек, яғни сасық иісті деп тұр. Сіздерге бәлки өзімнің қазір кестемді көрсетейін. Міне, осы кесте біздің мастер курсын сатып алған қатысушыларға тегін беріледі. Жалпы осы PDF түрінде, міне сапасы өте жоғары, үлкейтсек түспейді сапасы. Қараңыздар, бізде не керек? Күкірт қышқылы керек, міне.
күкірт қышқылы белсенді металл, орташа белсенді металл, белсенділігі төмен металл. Енді калий ол бізде белсенді металл, сондықтан міне H2S түзіледі, металдың тұзы, одан кейін су түзіледі. Орташа белсенді болса тек қана күкірт түзіледі, ал белсенділігі төмен болса міне күкірт диоксиді түзіледі. Сонымен реакция теңдеуін келтіріп қойдым. Міне бізде H2S түзілді. Бір қиын мәселе болуы мүмкін осы жерде. Бұл реакцияны қалай теңестіремін деп. Себебі мына жерде қарап тұрсаңыздар, өнімдерде 3 өнім түзіледі. Мына жақта міне тұз, одан кейін мына бір H2S және де су. Бұндай жағдайда теңестіру қиын. Қандай өнімдер түзілетінін оны жаттап алсақ, яғни белсенділігіне байланысты металдың, ал бұны теңестіру шамамен бізге бір машақат болуы мүмкін. Кішігірім бұған да тоқтала өтейін, себебі бұл бізде былай айтқан кезде шыны керек тәжірибе алмасу, кішігірім бір семинар сабақ болып тұр ғой, сондықтан көрсетейін. Ол үшін тотыққан және де тотықсызданған элементтерге мән бересіздер. Алдымен калийға мән береміз. Калий ол бізде кім болып табылады? Тотықсыздандырғыш, яғни өзінің электрондарын басқа біреуге беруші. Мына жерде калийдің тотығу дәрежесі 0 болады, мына жерде +1 болады. Тотықты. Тотықсызданған кім? Ол бізде күкірт болады. Мына жерде күкірттікі білесіздер, плюс мынау бізде 6, яғни -2 дейміз, мынау бізде +1 дейміз. Солай ортаңғы элементтікін +6 екенін тауып аламыз. Мына жерде сутегі +1 болса, мынау бізде -2 болады. Түсінікті? Яғни осы жерде міне мына калийға мән береміз. И және де мына бір сульфатқа мән береміз. Сульфат одан кейін мына бір күкірт. Жақсы, ары қарай сұрақ туындайды. Біз қалай теңестіреміз? Теңестірудің 2 жолы бар. Электрондық баланс әдісі бар, және де ионды электронды баланс әдісі бар. Мен айтар едім, ионды электронды баланс әдісімен дұрысырақ болады деп. Сол әдіс көп жағдайда сізді құтқарады. Оны түсіну үшін шыны керек бұл тақырыпты біз жіті білуіміз керек. Және де бұл тақырып біздің мастер курсымызда бүге-шүгесіне дейін түсіндірілген. Өте қиын деңгейдегі реакция теңдеулері қарастырылған. Енді көрсетейін. Біз ион түрінде жазамыз. Ион түрінде. Яғни калий бастапқы кезде ол бізде қатты зат. Одан кейін оның ионы бізде былай болады. Калий плюс не болады? Плюс болады. Ионды жазатын болсаңыздар, бір дейтін сан қолданбайды. Тек қана плюс немесе минус болады. Ол қай кезде +1, -1 болған кезде ғана иондарда 1 жазылмайды. 2 болса жазылып кетеді. Және де бұл жағдайда бізде бір электрон не болып тұр? Өнім болып тұр. Енді мынау бізде 0 дәрежесі, ол ионға және де электронды өнім ретінде беріп тұр. Екінші, біз жазамыз мына жерде сульфатты аламыз. S4, 2- дейміз. Ол бізде өзгеріп тұр неге? H2S-ке. H2S-ке. Бұл H2S ол газ, әлсіз электролит, ион түрінде жаза алмайсыздар, сондықтан бүтіндей қылып аласыздар осылай H2S. Ары қарай элементтерді теңестіреміз. Сутектер көріп тұрсыздар мына жақта. Сол жағында жоқ, және де оң жағында оттегі жоқ. Ал күкірттер тең болып тұр. Окей. Енді біліп алыңыздар, оттегі жетіспеген кезде біз суды қосамыз. Мына жерде 4 оттегі болғандықтан 4H2O қосамыз. Сол кезде 4 оттегі қосылды. Ары қарай мына сол жаққа сутегін қосамыз. Сутегі жетіспеген кезде сіздер H+ ионды қосасыздар. Мына жақта міне 2 сутегі, мына жақта 2, алдында 4 бар. Жалпы қанша болады? 8. Қосқан кезде 10 болады. Значит, мына жерде былай 10H+ міне қосылады екен. Түсінікті. Элементтерді біз теңестіріп алдық. Ары қарай біз зарядты теңестіреміз. Мына жерде заряд.
қосылыс 0 болып тұр. Мына жақта 0 болып тұр. Онда оң жақта бізде 0 болады. Сол жақта заряд. Мына жерде бізде плюс 10 болып тұр, иә? Ал мына жақта бізде минус 2 болып тұр. Осы екеуін біз қазір қысқартатын болсақ, бізде плюс 8 шығады. Яғни 2 оннан алынып кетеді. Біз біліп алыңыздар, осындай теңестіруде біз электрондарды ала алмаймыз. Электрондар үнемі қосылады. Сондықтан мына 8 плюс 8 зарядын бейтараптандайтын не бар? Ол бізде электрондар болады екен. Плюс 8 электрон. Яғни минус зарядын берді. Яғни минус 8 деген сөз. Екеуін бір-бірін жояды, 0 шығады. Осы жағдайда не болады? Оң жақ пен сол жақ теңеседі зарядпен. Осылай теңестіріп аламыз. Енді мен бұны сіздерге түсіндіріп жатырмын. Сол үшін бір ұзақтау секілді көрінеді, бірақ негізінде бұл ұзақ емес. Сіздер тура жолмен келе жатсыздар. Миыңызда ол жылдам жүзеге асады. Сол кезде осыны ерінбей жазғанның өзінде бұл ең жылдам жол. Чем ана біреу тисе терекке, тимесе бұтаққа деп, мынаны ар алысып, бері алысып теңестіре алмай қойғаннан көрі деп айтып тұрмын. Хорошо, мына жерде 8 электрон. Келесі саты не бол? 2 жартылай реакциядағы электрондардың өрісін теңестіру. Қарап тұрсаңыздар, үстіде бізде мына жерде бір ғана электрон. Сондықтан үстін не істейміз? Көбейтеміз 8-ге. 8-ге көбейтетін болсақ, мына жақта 8 калий, мына жақта 8, мына жақта 8 электрон болады. Түсінікті деп ойлаймын. Мына 8 өшіріп тастаймын. Ары қарай біз қосамыз және де қысқартамыз. Енді екі жақтағы стрелканың қарама-қарсы жағында тұрған бірдей мүшелерді қысқартасыздар. Ол тек қана бізде мына жерде не болып тұр? Электрондар болып тұр. Ары қарай сіздер қосасыздар. Стрелка дейінгілерді бір бөлек қосасыздар. Міне 8 калий, одан кейін плюс 10 H плюс SO4 2 минус, одан кейін стрелкаға дейін барлығын бітірдік. Стрелкадан кейін 8 калий плюс тұр, одан кейін плюс H2S тұр, міне, и плюс 4H2O тұр. Енді бір қарап алыңыздар. Мына жерде қараңыздар. Мына жерде міне 8 тұрма, 10H плюс дейді, 5H2O. Енді 5H2S4 қой енді. Себебі H2S4-те 2 сутегі тұр. Дұрыс па? Мына жақта 8 калий, міне. Калий 2S4 болғандықтан 4 қоясыздар. Мына жерде міне іштеме жоқ. Мына жақта 4 тұр. Көрдіңіздер ме? Дәл шығады екен. Бұл негізінде жоспарда болмаған. Бірақ та осыған да деп айтпай қойын, осыған қиналатын әріптестер өте көп. Сондықтан сіздерге көрсетіп тұрғаным ғой. Жақсы, мен бұны өшірейін. Бұл бізге қазір орын алады. Өшірмесек те болады, қала берсін мына жерде, себебі орын жетеді. Ары қарай есептейміз. 12 грамм дейді. Міне. 12 грамм концентрлі H2S4 қышқылы металлық калиймен әрекеттескенде бөлінетін сасық иісті газдың көлемі. Хорошо. 12 грамм дегеніміз, ол мына біреу бізде қышқылдың өзі екен 12 грамм. Яғни мынау бізде 12 грамм. Бұның молярлық массасын білесіздер, 98 грамм на моль. Енді мөлшерін табамыз. 12-ні бөлемін 98 грамм на мольға. Грамм мен грамм қысқарады. Қазір менде мөлшер шығады. Мөлшер шығады. Так, есептеп көрейін. 0,122 моль болады. Міне, 0,122 моль. Ары қарай, міне, мынау болады. 0,122 моль. Ары қарай бізде сасық иісті газдың көлемі. Ол бізде газ мына біреу H2S. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде H2S-тің алдында бізде 1 дейтін коэффициент тұр. Міне, өше салайық. Бізге қажет болмайды. H2S-тің алдында 1 дейтін коэффициент тұр. Ал мына қышқылдың алдында 5 дейтін коэффициент тұр. Енді қышқылдың мөлшері мынау. Қарапайым пропорция осы жерде ғана керек болады. 5 дейтін коэффициент
Мына реакция теңдеуінде 0,122 мольға тең болып тұр. Ал 1 дейтін коэффициент ол бізде x болады. Осы жерден x-ті есептейтін болсақ, ол қалай болады? 0,122 бөлінген 5 болады. Ол бізде 0,024 моль болады. Яғни, мынаның мөлшері 5 есе кішілеу болады. 0,024 моль. 5 есе кішілеу. Ары қарай көлемін тап дейді. Көлем табу үшін малярлық көлемге көбейтемін. 22,4. Бұл жерде қалыпты жағдай, стандартты жағдай көрсетілмеген, сондықтан 22,4-ке көбейтемін. Көбейтілген 0,024. Мынаны есептейтін болсақ, мынау шығады екен. 0, міне, 55 литр. Литр. Міне, Б нұсқасы бізде дұрыс болады. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі слайд. Айтады. Көмір жанғанда көміртек, міне, 4 валентті оксидінің түзілу реакциясы. Өте қарапайым сұрақ. Көмір дегеніміз кәдімгі көміртек таластар, жағу дегеніміз оттекті қосамыз, одан кейін, міне, көмір 4 валентті оксиді ол көмір қышқыл газы. Теңестірудің қажеті жоқ. Көміртек қосылған оттек ол бізде қосылу реакциясы болады. Міне, бұған енді көп тоқталмаймыз. Ары қарай 5-ші сұрақ айтады. Химиялық элемент. Енді біліп алыңыздар. Бізде химияда екі сөз бар. Элемент дейтін сөз бар. Міне, элемент және де химиялық элемент дейтін сөз бар. Химиялық элемент деп мен айтатын едім. Мына біреу периодтық кестедегі элементтерді айтамыз. Азот, көміртек, уран деген секілді. Ал элемент дегеніміз ол кәдімгі зат, материалдық зат. Ұстап көретін, жалпы өлшеуге болатын, ол O2, N2, жай ғана көміртек болуы мүмкін, жай ғана темір болуы мүмкін. Бір ғана шарт, кәдімгі сөз элемент, ол ұстап көретін сондай зат, табиғи бір жаратылыс. Ол тек қана бір типті атомдардан құралу керек. Міне, тек қана темір, тек қана оттек деген секілді. Енді құм, ол бізде күрделі қоспа. Оның ең былай негізгі өкілі кремний диоксиді. Кремний және оттектен тұрады. Натрий, тек қана натрий, жатуы мүмкін. Ауа, ол бізде қоспа, газдардың қоспасы. N2, SO2 де бар, O2 де бар деген секілді. Бұл бізде жатпайды. Су, H2O, екі типті атомдардан тұрады. Бұл бізде қосылыс болып табылады. Бұл да бізде жатпайды. Яғни химиялық элемент, сұрақта кішкене химиялық дейтін сөз артықтау, просто элемент деп қою керек еді. Ал химиялық элемент десе кәдімгі периодтық кестедегі келтірілген элементтерді айтамыз. Сондықтан осы жердегі химиялық дейтін сөз негізінде артықтау. Дұрыс жауап бізде Б нұсқасы болады. Достар, біз осымен талдауды тоқтатамыз. Басқа сұрақтардың талдауларын немесе басқа нұсқалардың талдауларын көріңіз келсе, төмендегі ақпарат бойынша менеджерге хабарласыңыз. Біз Қазақстан бойынша НКТ-ға химия пәнінен дайындайтын номер 1 орталық болып табыламыз. Біз негізінде сұрақ сатпаймыз, біз сапалы талдау сатамыз. Егер бізбен бірге НКТ-дан сүрінбей өткіңіз келсе, төмендегі ақпаратпен менеджерге жазыңыз, немесе мына біреу нөмір арқылы WhatsApp нөмірге жазыңыз. Міне 8 707 385 98 нөмірі. Жақсы, назарларыңызға рахмет, сау саламатта болайық.